Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгінгі видеода мен сіздерге зейнетке шыққаннан кейін келетін хабарламамен таныстыра кетейін. Егер сіз зейнетке шыққаннан кейін сізге вам отказано в госгарантии немесе вам назначено госгарантия деген смс хабарлама келген жағдайда бұл нені білдіреді? Біздің бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы ақшамызды мемлекет түрлі инвестициялық жобаларға қолданады. Егер инвестициялық жобаға кеткен ақша теріс нәтиже берсе, сіздің ақшаңызға мемлекет кепілдеме береді. Және зейнетке шыққан кезде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жиналған ақшаңызға инвестициялық табысын есептеп, ақша қосып береді. Сол кезде вам назначено госгарантия деген смс хабарлама келеді. Ал егер вам отказано в госгарантии деген смс хабарлама келсе, онда инвестициялық жобаға кеткен ақша оң нәтиже берді дегенді білдіреді, және сіздің жинақталған ақшаңызға инвестициялық табыс қосылып қойған дегенді білдіреді. Сол себепті осындай смс хабарлама келген жағдайда еш қорқудың қажеті жоқ. Яғни сіздің жиналған ақшаңызға инвестициялық табыс қосылды дегенді білдіреді. Зейнетақы бойынша консультацияға жазылыңыздар. WhatsApp номерімді қалдырып кетемін. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп қойыңыздар.